Ұрпақ аманат, ұрпақ ұлттың ертеңі. Ал сол ертеңнің жарқын болуы бүгінгі біздің таңдауымызға тікелей байланысты. Заңы деген Құдайдың заңы дей береді. Сосын барып кәсібіңде береке болады дейді. Бүгін алған білімдеріңіз ешқайда кетпейді. Білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар деген заман келді. Кетігін тапта бар қалан деген сөзді түсіндіңіздер ма? Ішкі тазалықтарыңызға келеді қалаған дүние байлықтарыңыз. Қазақ әлі мықты технология